нәрестенің жалпы шартсыз туа пайда болған рефлекстері бойынша бізде бірінші іздеу рефлексі бағаланады. Бірінші бала арқасынан жатады. Жаңағы аузының жанын ақырындап сипалаған кезде біз бала басын бір жаққа қарай бұрады, ол тітіркенген жаққа қарай басын бұрады. Бұл рефлекс бізде 1 жастан соң жоғалады. Келесі рефлекс бізде хоботковый рефлекс деп аталады. Бұл ерінді саусақпен ақырындап ұрған кезде бала ернін алға қарай созады. Бұл рефлекс бізде 2-3 айға дейін сақталады. Келесі рефлекс бізде жоғары ұстау рефлексі. Баланың алақан саусақты ұстаған кезде бала жауап ретінде бізге қолды қысады. Бұл бізде 2-4 айда жоғалады. Келесі төменгі ұстау рефлексі аяғының екінші, үшінші саусақтарды негізін басқан кезде жауап ретінде саусақтың табанға қарай бүгіп бізге жауап қайтарады. Бұл бізде 2-4 айда жоғалады. Келесі рефлекс бұл бізде қорғаныс рефлексі. Баланы біз ішке қарай жатқызамыз. Бұл кезде бала қорғаныс ретінде басын бір жаққа қарай бұрады. Келесі рефлекс бізде бауыр рефлексі. Бала осай ішпен жатады. Алақанымызды біз оның табанына қойған кезде бала алға қалай талпынады, итеріліп. Бұл рефлекс бізде 4 айда жоғалады. Келесі рефлекс бізде тірек рефлексі. Баланы біз горизонтальды бағытта ұстаймыз. Ұстап тұрған кезде бізде бала өзінің аяғын ішке қарай тартып, яғни көтереді. Келесі біз үстел үстіне қойған кезде табаны полностью үстел үстіне қойылу керек. Бұл бізде 2 айға дейін сақталады тірек рефлексі. Келесі бізде қадам рефлексі. Баланы алға қарай ақырын еңкейткен кезде бала сәлдеп қадамдар жасайды. Бұл бізде қадам рефлексі 2 айға дейін сақталады. Жалпы қорытындылай келе бізде шартсыз рефлекстер бойынша баланың жалпы жағдайы қанағаттанарлық, рефлекстер сақталған, симметриялы, жасына сай, жүйке жүйесі бойынша дамыған.